Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеороликте біз осы жасаған тоғызқұмалақпен үстелімізге материал және де текстура жасайтын боламыз. Ең алдымен осы біздің объектімізге материал қосу үшін біз осы объектімізді таңдап, Object Mode ішінде осы өңдеу аумағының ең жоғары жағын, ең төменгі жағына түссек, осындай кішігірім бағанды таба аламыз, материал деген. Осы бағанды бассақ, осы бағаның ішінде біз осы new деген батырман бассақ, бізде жаңадан осы объектімізге материал қосылатын болады. Енді осы материалдың көптеген параметрлерін көре аласыз осы төменгі жақтан. Осының ішінен ең бастылардың бірі, ең маңыздылардың бірі бұл бізде base color болады. Осы base color осы ақ түске бассақ, бізде осындай терезе шығады. Осы терезеден біздің материалымызға кез келген түсті бере аламыз. Осы түспен ойнай аламыз. Қандай мысалға яркостін оның өзгертіп, немесе оған басқа түс беріп дегендей. Немесе біз осы түстің орнына осы объектімізге текстура бере аламыз. Оны біз қалай жасай аламыз? Осы base color параметрдегі осы кішігірім сары нүктенің батырмасын бассақ, осы шыққан терезеден бізде texture'дің ішінен image texture деген параметрді таңдаймыз. Яғни осын таңдағаннан кейін бізде объектіміз қара болды, себебі объектімізде қазір кезде текстура жоқ. Енді осы объектімізге біз сурет текстураны бере аламыз. Осы кез келген суретті бере аламыз. Осы біздің объектімізге көбінесе ағаштың текстурасы келісетін болады. Осы ағаштың текстурасын беретін боламыз. Біз осы текстура беру үшін, суретті беру үшін, текстураны суретін беру үшін, біз осы шыққан жаңа параметрлердің арасынан осы open деген батырманы бассақ, осы бізде осы терезе ашылады. Осы терезенің ішінен біз өзіміздің текстураларымыз қай жерде орналасқан, сол жердегі жерден өзімізге керекті текстураны табамыз. Осы сіз кез келген текстураны қолдана аласыз, немесе осы үш ағаштың текстураларын біреуін қолдана аласыз. Осы үш текстура осы видеоның астында ілініп тұратын болады. Мен осы үстел үшін ең бірінші ағаштың текстурасын таңдайтын боламын. Open image деген басамын. Енді біздің үстелімізге ағаштың текстурасы қойылды. Енді осы өзгертетін маңызды параметр астымыздағы flat дегенді боксқа өзгертетін болсақ, біздің текстурамыз кішкене жақсырақ көрінетін болады объектімізде. Енді келесісі бұл бізде осы тоғызқұмалақтың тақтайының текстурасы. Дәл солай осы жаңадан материалдың бағанында жаңадан материал қосамыз, new. Осы материалға base color'дың ішінен image texture'ды таңдаймыз. Енді бұған енді басқа ағаштың текстурасы қажет болады. Мен жағдайымда бұл бізде wood 2. Осы wood 2-ні таңдаймыз. Осы қайтадан flat дегенді боксқа ауыстырамыз. Ауыстырғанда біздің текстурамыз кішкене жақсырақ көрінетін болатын. Енді келесісі, мен осы тоғызқұмалақтағы әр құмалақты алтыннан жасалғандай қылып істегім келеді. Ол үшін мен не істей аламын? Осы тоғызқұмалақтың объектісін таңдап, жаңадан қайтадан текстураны материалды қосатын боламыз. Енді осы бастапқы түсін мен кішкене сарылауға, осылай сарылауға алтындау түске апарамын. Осы түсті орнатқаннан кейін біздің осы маңызды параметрлердің бірі осы екі параметр металлик және де roughness. Мен егерде осы тоғызқұмалағымды алтын қылғым келсе, мен яғни оны металға ұқсас қылып жасауым керек. Сондықтан осы металлик деген параметрді мен үлкейтемін. Көре тұрғаныңыздай біздің тоғызқұмалақ алтын металдан жасалғандай қылып көрініп тұр. Металликті осылай көбейткеннен кейін біз roughness-ті кішкене түсіре аламыз. Roughness ол бізде қалай былай айтқанда жарқырау параметр, қалай жарқырап тұратын. Біз осы roughness параметрін түсірсек, бізде осылай соңында алтын құмалақтар шықты. Енді тағы да маңызды параметрдің бірі осы тоғызқұмалағымыз жарқырап тұру үшін белгілі бір түспен осы emission деген
бағанды ашатын болсақ, бізде осы emission ішіне кішкене ақ түстің орнына кішкене сарылау түсті таңдап, осылай осы emission'ның күшін, яғни strength деген параметрін кішкене үлкейтеміз. Shift батырмасын басып, мен оны кішігірім параметрлерге өзгерте аламын. Мысалға мен оны 0, 110-ға тым қатты үлкен қажеті жоқ, осылай өзгерттім. Енді бізде қалғаны осы ағаш үстелінің материалын бергеннен кейін бізде ағаштың аяғы, бұл бізде темір болу керек. Біз оны қалай өзгерте аламыз? Ол үшін біз ең алдымен слэш батырмасын басып, объектімізді изолировать етеміз. Изолировать еткеннен кейін осы өңдеу режиміне ауысамыз, яғни edit модқа. Edit модқа ауысқаннан кейін бізде осы үстелдің аяғын таңдау керек. Біз оны қалай таңдай аламыз? Біз L батырмасын басып, үстелдің аяғын таңдай аламыз. Бұл бізде осы жеке объектті таңдап берген. Жеке объекттің полигондарын. Себебі бізде осы ағаш үстелдің аяғы жеке объект ретінде жасалған болатын. Егер де олар бір-бірімен полигон негізінде бір-бірімен қосылатын болса, бұл жағдайда бізде бүкіл объектті таңдап беруші еді. Осы үстеліміздің аяғы таңдалғаннан кейін біз қайтадан жаңа осы материал бағанында осы плюсик деген батырман бассақ, жаңадан осы new, жаңадан материал қоса аламыз. Осы материалды біз белгілей аламыз, тек осы аяғына осындай материалды белгілей аламыз. Яғни ол үшін не істеуіміз керек? Біз жаңадан материал қосқаннан кейін assign деген батырман бассақ, енді осы материалымыз тек ағаштың аяғына берілген болатын. Енді мен оны кішкене ақ түстен кішкене қара көктеуге апарамын. Осылай кішкене көктеуге. Осы яркостьтің төмендетемін, кішкене қаралау болсын. Енді осы ағаш үстеліміздің аяғы бізде кішкене темірлеу болғандықтан металлик параметрін үлкейтемін, көбейтемін. Roughness-ты керісінше төмендетемін. Бізде осындай темір ағаштың аяғы дайын болды. Біз енді қайтадан сахнамызға ораламыз, слэш батырмасын басып. Бізде соңынан мен осы түсін кішкене жарықтау берсем, кішкене яркостьін көбейтіп осылайша жасасақ, бізде жақсы шығады. Енді біз осы object модқа қайтадан орналамыз. Енді біз осы сахнамыздың суретін қалай ала аламыз? Толықтай визуализациясын былай айтқанда. Бізде осы тізімнен сіз көре аласыз камераны. Бізге бұл камера қазірге керек жоқ. Осы камераны біз жоямыз. Яғни осы таңдап тұрып X батырмасын бассақ, бізде камера жойылды. Енді сахнамызға жаңадан камера қосайық. Add, осының ішіне камера. Бізде осындай кішігірім камера қосылған болатын. Енді біз не істей аламыз? Осы өзімізге ыңғайлы көріністі алғаннан кейін біз view'дің ішінде align view деген параметрді таба аламыз. Осы бағаның ішінен align active camera to view деген параметр таңдаймыз. Осыны таңдағаннан кейін біздің жаңадан қосылған камерамыз дәл осы біздің көрінісімізге орнатылған болатын. Енді осы камерамыз орнатылғаннан кейін бізде осы камераның жаңадан параметрлері шығатын. Біз осы focal length деген фокустық қашықтық параметрін өзгертіп біз өзіміздің көрінісімізді жақындата аламыз. Shift XY арқылы камерамызды жылжыта аламыз. Төменге, оңға, солға, жоғары, астыға қарай өстіп жақындатып біз өзіміздің камерамызды орната аламыз. Енді келесі бізде осы shading view'дан осы параметрдің арасынан viewport shading'дің параметрлерінің арасынан біз rendered'ға ең төртіншісіне соңғысына ауысамыз. Ауыссақ, бізде осындай жақсы сурет шығатын болатын. Бүкіл жарықпен, көлеңкелермен толықтай жасалған сурет.
Бірақ бізде көріп тұрғанымыздай, осы рендерда былайша айтқанда көріп тұрғанымыздай, бізде осы тоғызқұмалақтың тақтайы тым былай айтқанда плоский болып тұр. Біз оны қалай қалпына келтіре аламыз? Біз ең алдымен қайтадан шейдингқа ауысамыз. Осы түске. Осы объектімізді таңдаймыз. Mirror модификаторын былай жабамыз да жаңадан модификатор Solidify, Generate ішіне Solidify деген модификатор таңдаймыз. Енді қарасаңыз, қазір осы Solidify модификаторын thickness деген, яғни қалыңдық параметрін өзгертсек, бізде объектіміз қалың болып шықты. Offset былай жоғары қарай көтерсек, былай түсірсек те болады. Осылай, яғни біздің объектіміз соңынан шығады. Енді осы Solidify деген қосқаннан кейін, біз қайтадан камерамыздан рендерімізға ауыса аламыз. Соңғы былайша айтқанда результатымызды көру үшін. Енді біз осы рендеріміздің соңғы суретін қалай ала аламыз? Ол үшін біз жоғары жақтағы render деген батырман көре аламыз. Осы render деген батырман бассақ, бізде render image деген батырман таңдаймыз да, бізде осы терезе ашылатын болатын. Осы терезеде біздің соңғы рендеріміз шығады. Осы белгілі бір уақыт өткеннен кейін, толықтай рендер біткеннен кейін, бізде осындай соңғы бейнеміз шығады. Енді осыны біз қалай сақтай аламыз? Біз image деген басып, image деңгейінен кейін save as деген батырман бассақ, осы бейнемізді өзімізге қалаған жерімізге сақтай аламыз. Енді біз осы үстелдің рендер кеткеннен кейін, біз қайтадан shading, осы материал модқа қайтадан ауысайық, viewport shading'in ішінен. Енді біз толықтай қалай бөлмемізді осылай көрсете аламыз, осылай тоғызқұмалақ тақтасымен бірге. Біз осылай көрінісімізді келтіріп алғаннан кейін, біз қайтадан осы тізімнен камераны таңдаймыз. Камерамыз таңдағаннан кейін қайтадан view'дің ішінен align active camera to view деген таңдаймыз. Бізге қайтадан ол камерамыз орналасты. Енді біз осы камерамызды фокус қашықтығын өзгертеміз. Осылай кішкене жылжытамыз жоғары қарай. Бізде осылай толықтай бөлме көріну үшін кішкене алыстата аламыз. Енді біз осы кішкене жақындатқаннан кейін, біз енді қайтадан рендер жасай аламыз. Қайтадан рендер жасай аламыз, яғни render image. Бізде соңында осындай әдемі бейне шыққан болатын. Дәл солай біз оны image деп басып, сақтай аламыз, save as. Біз осыны жасап біттік, енді келесі кездескенше.